Шаршадым мынандай өмірден. Шаршадым. Жоқшылықтан, жоқшылық. Қашан нормальный өмір сүреді екенбіз? Айттым ғой мен саған деп, газдың ақшасын алшы деп. Берген ақшаға газ алшы дедім ғой мен саған. Отағасы сабыр етіңізші. Неғып берген ақшаға неғып газ алмайсың? Айтшы, неғып берген ақшаға газ алмайсың? Отағасы, мен оны деген Светке төледім ғой. Светтің ақшасы 2 ай болды ғой, төленбеді. Балалар қараңғыда қалай отырады? Тамағын дайындашы тез-тез. Мен бір жаққа баруым керекпін. Тез тамағын дайындашы. Тамағын дайындашы тез-тез бар. Тамақ дайын жүріңіз. Бар. Так. Бүгін қайсысымен кездессем екен? Алло? Жаным, қалайсың? Қалай жағдайың, жақсысың ба? Не істеп жатсың? Жақсы, Аллаға шүкір. Аллаға шүкір, жақсы. Сол үйде сол нелердің барлығын не жүрдім. Бүгін бір охранниктердің барлығын үйіне қайтарған едім. Иә, сол өзім жүрген едім. Үйдің есіктің алдында гүлдерге су сеуіп жүрген едім. Қазір Алла қаласа барып қалам саған, жаным, жарай ма? Мен күтесің ба? Болды, жаным, мен күте ғой. Мен саған тамағың әлі дайын емес па, жаным? Тамағың әлі дайын емес па? Бош тез-тез мен кетуім керек. Айттым ғой саған түсіндіріп. Осы ма? Осы ма тамағың? Айтшы, осы ма? Жаңадан бері айтып отқан тамағың осы ма? Кеше ғана берген жоқпын ба саған ақша? Кеше ғана берген жоқпын ба? Мен оны квартираға төледім. Кеше 20 мың теңге бердім бе саған? Не істедің оны? Шығамыз дейтін. Құламайды, білмеймін, оларды құламайды. Бош тез киімдерін дайындашы, мен оғым керек кетуім керек. Дайындаш киімдерін тез-тез. Тұршы бар, дайындаш бар. Қайда барасыз? Неғыласың қайда барасың? Неғыласың? Ақшаны тауып беріп отса болмайсың ба саған? Келin бермеші. Балалар көшеде айдаламаңызшы. Апа. Ау жаным, ау балапан. Тез-тез дайындаш киімдерді, әкеш бол тез-тез. Дайын ба? Балапан тұра ғой. Папаң қазір келеді мақма? Қош ба, тез-тез жуынып шайынып алайын. Күніге шырттай болып келіп алып қайда барасыз? Не қыласың қайда баратында? Ең бастысы үйге тамағыңды әкеп тұрсам болды емес па? Балдарды қара, балдардың жағдайын жаса. Ал мен саған күніге тамағыңды әкелем, ақшаңды әкеліп берем. 2 күн сайын саған 20-30 мың теңге әкеліп берем. Аздық қуатыр ма саған? Аздық емес. Олай ойлама сен. Мен үстіме алып жатқан киімдерім жұмыс үшін алып жатырмын мен. Білесің ба соны? Сен білмейсің ештеңені. Қойшы, балдарға қараш, не ма жүрісің, өз-өзіңе қараш сен. Не ма жүрісің?